саламатсыңдар ма балалар? Биология сабағына қош келдіңдер. Қалдарың қалай? Көңіл күйлерің қалай? Сабаққа дайынбыз ба? Иә. Ал ендеше қазір қол ұстасып тұра қалайық барлығымыз. Шарттық шеңберін құрайық. Круг жасайық. Бері қарай сендер, бері қарай. Шарттық шеңберін құрдық. Енді балалар, қазір осы жерде мен сендерге жақсы өзімнің жылулығымды, бойымда бар жылулықты, жақсылықты сендерге қолымды қыса отырып, келесі оқушыға жіберем жылулықты. Осы жылулық өзімен қайтып келуін қалаймын. Ал ары қарай жалғастыра береміз. Ары қарай. Мен бұл жылулықта Алиханға сыйлаймын. Алихан осы сабақта жақсы түсініп, өзінің белсенділігін танытуына сенемін. Мен бұл жылулықты Фаризаға сыйлаймын. Фаризаның осы сабақта дұрыс түсініп, оның дұрыс жауап бере алатынына сенемін. Мен бұл жылулықты Гаухарға сыйлаймын. Гаухар бүгінгі сабақты жақсы алып, сабақты түсінуге тілектеспін. Бұл жылулықты мен Ахметке сыйлаймын. Ахмет осы сабақты түсініп, белсенді болуды қалаймын. Мен бұл жылулықты Мемлекке сыйлаймын. Осы сабақты дұрыс түсініп, тақырыпты аша білуімді тілектеспін. Мен бұл жылулықты Жанерге сыйлаймын. Сабақты түсініп, белсенді оқушылардың бірі болсын деймін. Мен бұл жылулықты Сәулеге сыйлаймын. Мен бұл жылулықты Нұрдосқа сыйлаймын. Өйткені бұл жақсы сабаққа қатысты. Мен бұл жылулықты Болсынға сыйлаймын. Осы сабақтан көп дәлел алсын. Мен бұл жылулықты Маратқа сыйлаймын. Осы сабақта жақсы түсінсін. Мен бұл жылулықты Дәуренге сыйлаймын. Сабақты белсенді қатысып деп ойлаймын. Мен бұл жылулықты Малинаға сыйлаймын. Сабақта белсене қатысып, өзін алып шығады деп ойлаймын. Мен бұл жылулықты Әлібекке сыйлаймын. Осы сабақта жақсы белсенді қатысады деп ойлаймын. Мен бұл жылулықты Әпкеге сыйлаймын. Рахмет, жылуды сезіндім, қолымыз қызды. Енді осы ұйымшылдықпен, осындай әдемі сөздермен сабағымызды бастайық балалар. Отыра қойыңдар. Мына жерде ұялы телефондар тұр. Бір ұялы телефон алыңыздар. Мынандай ұялы телефондар тұр. Осы ұялы телефондарды қолымызға алайық. Ұялы телефон артында саны бар. Сол санмен дереу қазір топқа бөлініп отыра алайық. 1, 2, 3 деген сандар бар. Сол санмен 3 топқа бөлініп отыра қойдық. Бірінші, екінші және үшінші топқа. Түрлі түсті қағазда бар. Үй тапсырмасын қайталау мақсатында. Дайын болса қол көтеріп, жауап бере берсек болады. Ал егер сұрақ дұрыс болса, мына жерде ілеміз. Дұрыс деп ойлайсыңдар ма? Тыңдадық па? Екінші кім жауап береді? Әртүрлі бактерия түрлерін плазмадағы қолдануына мысал келтіріңдер. Бұл жерде плазмадағы бактерияларды өндіру үшін қолдануға мысал болады. Ал келесі тездетеміз. Алла. Интерферон маңызы. Интерферон дегеніміз организмнің ақуыз болып табылатын фактор болып табылады. Организмдегі жұмысшыларды басқарады. Жарайсың. Өте дұрыс. Яғни қорғау үшін нелерді, иә, интерферон. Ары қарай жалғастырамыз. Фариза. Бактерияларға ендірген кенді біз интерферон және кендік инженерияда қолдана аламыз. Жарайсың. Ары қарай. Кім жауап береді, тағы да бар ма?
Альбек. Алғашқы түйінді бөліп алып, оны вектормен біріктіруге негізделген плазмидалық методын пайдаланады. Ondan ikisi plazmidaga ko'chiriladi, ya'ni uni klondau deb ataydi. Аңғартарымыз, суреттен нені көріп тұрмыз, және бүгінгі сабағымыздың тақырыбын, мақсатын анықтаймыз. Кім айтады? Бүгінгі сабақтың тақырыбы клондау деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта біз клондаудың әдістерін оқып үйренеміз. Оны қалай аңғардың? Себебі бірнеше түрлері тұр. Мысалы, ДНК арқылы өсімдіктің клондауы, адамның жануарға клондауы. Ұқсастық бар ма? Бар. Барлығында клондау, яғни көбейту әдістері қолданылады. Өте дұрыс, жарайсың. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы клондау және клондаудың түрлері саты. Плазмиданың қасиеттерін оқып үйренеміз. Клондау түрлерімен танысамыз. Және клондау ұғымымен танысамыз. Плазмидаларды клондау принциптерін оқып білеміз. Сіздерге топтық жұмыс беремін. Топтық жұмыста бірінші тобымыз табиғи клондау түрін түсіндіреміз. Екінші тобымыз молекулалық клондаудың маңызын түсіндіреміз. Үшінші тобымыз көп жасушалы организмдерді клондауда, яғни маңызын түсіндіреміз. Тақырып тапсырма түсінікті ма? Проект моделін білеміз ғой балалар, 4 бөлікке бөлеміз. Тақырыпқа байланысты 4-ші бөлікке терминдер жазамыз.
трансформация жолымен дәл осындай днк енгізілген жасушаның проектінде аларда өсіру немесе егу жолымен рекомбинатты днк молекуласы анықтау әдісі. Бұл ең ұсақ биологиялық нысандардың қондау технологиясы болып табылады. Бізге берілген тақырыпқа қатысты термин сөздер бұл кітап бойынша яғни ДНК, қондау, молекула, идентификациялау және резистент. Ал жалпы терминологияға келетін болсақ, ирреверсибл, қайтымсыз, суррогатмазы, суррогатты ғана, алып тастау, фабрикат, одан жасау. Мысалы, бактериялық плазмаларды немесе бактерия фактілер геномын енгізеді. Біздің тақырып бойынша сұрақ жауап. Бірінші сұрақ, молекулалық қондау қай ғасырда қолдана бастайды? Оның активі 19-ші және 20-ші ғасырда. Сәуле, осы жерден тоқтасам, сол сұрақты негізі басқа топ айтайық. Молекулалық клондау тақырыпты ашып отырмыз, танысып отырмыз. Қай ғасырда? Қалай бұл сұрақ? Сұрақты қайталап жүрсен. Молекулалық қондау қай ғасырда қолдана бастайды? Айта ғой. 19-шы ғасыр және 20-шы ғасырда. Дұрыс жауап па? Келесі, молекулалық қондау қалыптасуына не мүмкіндік береді? Молекулалық клондаудың қалыптасуына не мүмкіндік береді? Гендердің құрылымы ашылу. Иә, дұрыс. Дұрыс. Молекулалық қондау қандай мәселелерді шешуге мүмкіндік береді? Мен Ол андай қызыл кітапқа енген болмаса сол жойып бара жатқан жануарларды қайтадан еске Бізде енді тақырыпқа байланысты терминдер irreversible, қайтымсыз, surrogatmазы, суррогаттығына, the retracted, алып тастау, to fabricate, қолдан жасау. Және де қоса кететін feature ол ерекшелік, origin басы, particular нақты, to constitute қалыптастыру, to insert енгізу. басқа топ мұқият тыңдаңыз. Яғни бізде берілген тапсырма табиғи қондау. Біз табиғи қондауды біріншісі қондау табиғи яғни табиғи қондау дегеніміз. Табиғи қондау дегеніміз қондау табиғатта кең таралған өсімдіктерде табиғи қондау вегетативті көбею түрлі әдіс тәсілдермен жүзеге асырылады. Және де табиғи қондау дегеніміз өсімдіктерде кең таралған өсімдіктерде вегетативті жолдармен ал өсімдіктерде омыртқаларда кесілуге болады. Кесілу арқылы және де жануарларда қондау амниозоктілерде болады. Және де ол омыртқалар арасында қондау кесірткелерде жүзеге асырады. Олар бірдей аналықтардан пайда болады. Және де адамдарда табиғи қондау мейоздық манизокталы егіздерде болады. Және де бізде мына жерде ағылшынша терминдер, яғни табиғи қондауға қатысты feature дегеніміз ерекшелік, organ дегеніміз басы, particle дегеніміз нақты, to conceptual дегеніміз қалыптастыру, to insert дегеніміз енгізу. Және де осы тақырыпқа байланысты бізде Сұрақтар кім оқиды? Қондау қандай тәсілмен жүзеге асады? Қондау қандай тәсілмен жүзеге асады? Қондау өсімдіктерде вегетативті жануарларда амниоздық жолмен жүзеге асады. Дұрыс па жауап? Жарайсың. Келесі сұрақ. Адамдарда табиғи қондау қандай? монозиготалы егіздер болып табылады. Дұрыс. Ұрықтанған жасушалар қалай дамиды? Қондау жайттар іздестірме жайттарда көбірек таралған және жақында табиғи қондаудың ерекше нұсқасы ашылады. Кіші отты құмырсқаларда аталықтың аналығының қондауы бір-біріне тәуелсіз, яғни екі жыныстың генотипі араласпайды. Нешеге бөлінеді? Дұрыс па?
балаларды қолдауды репродуктивті қолдау мен ішінара қолдаудың бірін-біріне ол толық қолдау ол тұтас организм толықтай қолына келетін болса, ал ішінара жерден организм толықтай орнын тұта алмайды. мысалы толықтай қолдау дегеніміз ол жаңағы тірі ағзаны, яғни бір тірі ағзаны барлық денесіндегі ұлпалар мен жасушалар арқылы клондауды біз толық клондау деп атаймыз. Ал ішінара клондау дегеніміз тек қана бір белгісі бойынша ғана клондау түрін ішінара клондау нешеге бөлінеді? Дұрыс па? Бізде мысал, жалпы көп жасушалы организмдерді клондау дегеніміз, яғни тұтас бір организмді, мысалы қой немесе бақа сияқты көп жасушалы организмдерді клондау түрі. Оған мысал бізде 1997 жылы Иэн Уилмот деген ағылшындық ғалым Долли деген қойдың клондауы жайлы айтты, яғни қойды клондау арқылы өмірге әкелді деді. Ол үшін 29 эмбрион пайда болып, тек біреуі ғана, Долли ғана аман қалды деді. Бірақ Долли 2003 жылы ретровирус салдарынан пайда болған өкпе ауруынан қайтыс болды. Осы көп жасушалы организмдерді клондау үшін бірінші жұмыртқа жасушасы алынады және донор ұлпа жасушасы алынады және сол ұлпа жасушасының ядросын жұмыртқа жасушасына енгізеді, яғни жұмыртқа жасушасының ядросын алып тастайды, ал ұлпа жасушасының ядросын енгізеді, сол арқылы эмбрион жасушасы көбеюге қабілетті, ал ұлпа жасушасы соның ядросы болады да көптеген өзі сияқты жасушаларды туғызады және сол арқылы Долли сияқты қойлар клондалады. Ал адамды клондау қазір үлкен сұрақтарды туындатады және оны заң түрінде запрет қойған. Яғни мынау алдарына конверт берген жұппен жұмыс. Жұппен жұмыс жасаймыз. Екеу ара біреу. Конверт ашамыз. Конверт ашамыз. Және де жұппен жұмыс жасаймыз. Астында жауап тұр. Келесі бөлшегінде, бір бөлшегінде сұрақ, келесі бөлшегінде жауап бар. Соны біріктіре отырып, сәйкестендіріп, белгілі бір фигураны құрастырамыз. Қарап беремін. Дұрыс сәйкестендіре алдық па, қарап көреміз. Дұрыс жауабын, дұрыс нұсқасын алдарына қарап береміз. Сұрағын дұрыс болып келе жатыр ма? Қараймыз. Дұрыс жасадық па? Қарап көрдік па? Енді осы бойынша кім фигура құрастырды? Топ басшымыз бағалаймыз, дұрыс емес. Балдық жүйе бұл жерде 3 балдық жүйе қоямыз. 3 балдық. Жарайсыздар? Пазл құрастыра алдық па? Фигурамыз шықты ма? Шықса оңай керемет. Жарайсыңдар. Балды тоқпашымыз қоямыз. Ендігі тапсырма. Назар аударамыз, бері қараймыз. Келесі тапсырмамыз бізде концептуалдық карта, яғни кесте толтырамыз. Бұл жерде клондаудың зияны және пайдасы қандай? Және клондау түрлері қандай? Осы бойынша дәптерге қазір орындаймыз. Пайдасы, зияны жазып және ауызша айтсақ болады балалар. Айтыңыздаршы, кім айтады? Клондаудың пайдасы, зияны дәптерге жұмыс жасадық қой. Концептуалдық картамен.
айтуынша клондаудың пайдасы организмдерді жынысшы жолмен көбейту арқылы сол организмдерге ұқсас ұрпақтарды алу. 20 ғасырдың 60 жылдарының басында кейбір жоғары сатыдағы өсімдіктер мен жануарлардың жойылып бара жатқан салдарына байланысты табиғи клондауды ойлап тапқан. Клондаудың зиян жағының бірі ол көп ақша талап етеді. Екіншіден ол клондалған адамдар клондалмаған адамдарға қарағанда барлық жағынан осал болады. Мысалы, олардың ойлау қабілеттері кемірек болады және де олардың жас ұзақтығы 30-ға келгенде олар уже қарт адамдар болады. Адам өліміне алып бару. Клондаудың пайдасы жойылып немесе сирек кездесетін жан-жануарлар мен өсімдіктерді қайта қалпына келтіріп, олардың санын арттыруға болады. Клондаудың зияны мутагендік аурулар пайда болады және зиянды бір ағзалар түзіледі. Мүмкін адамдар үшін қауіпті мутант шығару. Жануарлар мен пайдасы жануарлар мен өсімдіктерді көбейтуге болады, адамдарды көбейтуге болады. Ал зияны мутагендік ауруларға шалдығады. Түрлері болса молекулалық, көп жасушалы табиғи бактериялар. Пайдасы дүниежүзілік азық-түлік жетіспеушілік мәселесін жоюға болады және жойылып бара жатқан организмді қалпына келтіруге болады. Ары қарай бір сөзбен жеткізсек те болады. Зиянын қандай клондау керек па? Әлде қажеті жоқ па? Зиян адамдарға қауіпті мутанттарды шығарады. Ары қарай зиян, иә? Клондауға байланысты психиатр ғалым дәрігер Виктор Яровой бір фобияның түрін шығарды, яғни ол фобияның аты бионализм деп аталады, яғни клондалған организмдерден адамдардан қорқу, яғни сол клондалған адамдар кейін шын адамдарды алмастырады деген қорқыныш адамдарда пайда болды деген тұжырым айтты. Жойылып кеткен түрлерді қамтамасыз етеді, яғни қайта қалпына келтіреді. Ал зиянды жағы мутагендік аурулар, яғни олардың құрылымы ауысқан кезде олар адамдарға зиян тигізуі мүмкін, яғни неше түрлі аурулар таратып, және де ол әртүрлі клондану арқылы жасалған дүниелерден адамдарға зиян шегуі ол әбден мүмкін. және көп елдерде оған запрет қойған. Шектеу. Шектеу. Тиімсіз деп ойлайсың, иә? Топтағы оқушылар қабылдап кетсек қанша балл ойды? Бағана көптердің соған кездегі топтар, яғни Аяжан, Алифай, Дәулет, Бейсенді қатысты, тақырыпты аша білді, және де бізде мәдени елінің сәл кішкене кідіріп қалды. Тағы да топтар түсініп көреді деп ойлаймын. Және де өзіңіз бағалауда, яғни сіз белгілеген жұмыстарда Дәулет, Алифай, Аяжан жақсы Бейсенді қатысты. Және де бүгінгі тақырыпта біз осы клондаудың себебін, қорқыныштың жағдайын зиянын және де тәжірибенің саласы осы уақытта бөлінеді және қазіргі таңда біз осы уақыттарды ашық біліп түсіндік. Және де осы табиғи клонда бізге берген тапсырманы біз және басқа топтармен ақпараттаймыз. Жаңа сыныптар баптардан құралған. Бұлардың біздегі барлық оқушылар сабаққа белсенді қатысты десе де болады. Солардың ішінде 10 баллды жүйенің 10 баллын алған бізде Сөйле мен Жанерке болды. Себебі олар белсене қатысты ақпараттарды айтып көмек беріп отырды. Қалғандары 8 пен 9 көлеміндегі балдарды жинады. Бәрі белсенді қатысты. Жарайсың. Ал келесі 3-ші топ. Біздің топта барлығы жақсы
балл, 9 баллмен бағалаймын, себебі барлығы да қатысып белсенді болды. жарайсыңдар. Картамыз бойынша, яғни кестемізді тексеріп, балл қойып шығайық топтағы оқушыларға. Енді балалар, қазір сендер мына өздерің топқа бөлінген кезде ұялы телефондарына кері байланыс сабаққа жазып беріңдер. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жаза қойыңыз. Себебі бұл тақырыпта біз көптеген пайдасы мен зиянын білдік, және де белгілі бір заттарды клондау арқылы жаңа организм түзуге болады түсіндік. Бүгінгі сабақ мен үшін өте пайдалы болды, және де мен бүгін клондаудың түрлерін және пайдасы мен зиянын түсіндім. Оған қаншама елдер запрет қойғанын да білдім, және де клондаудың қай жылы шыққаны және де қандай ғалымдар ол клондау тақырыбында не дегенін түсіндім. Бүгінгі сабақта клондаудың әдіс тәсілдерін өттік, және бізге ол өте түсінікті болды. Сонымен қатар бұл сабақ арқылы біз клондаудың пайдасы мен зиянын толықтай түсіндік. Мен бүгінгі сабақта молекулалық клондаудың пайдасы мен зиянын ажырата білдім, және клондаудың түрлерін анықтап, айырмашылықтарын білдім. Мен осы тақырыпта клондаудың мағынасын, зиянды жақтарын, пайдалы жақтарын және түрлерін білдім. Клондау түрлері мен әдістерін мен білгенмін. Клондаудың маңызы мен қолдануын мен білу керек. Клондар өсіп жатқан жерде. Мен бұл сабақта клондау түрін білдім. Клондау әдістері осы ғасырдың басшылығы болып табылады. Әдістердің бұл түрлері кеңінен пайдаланылатынын білдім. Сабақта клондаудың түрлерін анықтамасын ашып біле алдық. Бүгінгі сабақ өте қызық болды. Ал балалар, өз-өзіңізге шапалақтап сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабаққа